Ассалаумағалейкум, қадірменді оқырмандарым. Ұлттық дүниені ұлықтап келген ұлы даланың киелі қыз-келіншектері, қош келдіңіздер. Біздің ақысыз дәріс сабақтарымызға қолдау көрсеткен Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов мырзаға шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Бүкіл қазақ даласының қыз-келіншектерінің атынан, бүкіл әлем әйелдерінің атынан сізге мың алғыс. Қыздар, сіздерге уәде бергендей, мен осы құрақтардан тағы да қандай дизайн жасауға болатын қазір көрсетемін. Өткен сабақта біз ботақанынан, балапанынан жеке көрпе жасағанбыз. Енді осы жолы мен екеуін біріктіріп, бір көрпе жасағанды сіздерге көрсетемін. Мына құрақтарды біз әрқайсынан 4-4-тен жасадық. Енді құрақтарды қазір шашыратқан кезде міндетті түрде құрақтарды симметриялық түрде шашыратсаңыздар, сіздерге жеңіл болады. Мысалы, міне 4 кесте. Кесте міне сарыға көк бояумен түскен, жаңа көкке бирюзовый цветке қызыл бояумен түскен, күлгін бояумен түскен, сары бояумен түскен. Енді қазір осыларды біз шашыратамыз. Бірінші кестеден бастайық. Екі күлгін бояуды мен екі шетіне қоям. Екі қызыл бояуды екі шетіне қоям. Міне. Одан кейін екі көк бояуды қыздар жоғар жағына қояйын, төмен жағына қояйын. Бітті, міне осымен біз кестелерімізді тарқаттық. Енді мынау қарқара құрақ. Өте әдемі құрақ, қарқара құрақ. Біреуі күлгін бояу сызық, біреуі қызыл бояу сызықпен. Бұны да 4 жаққа тең қып тұрып таратайық. Күлгін бояуды ортасына қойдым. Күлгін бояуды жоғар жаққа ортасына қойдым. Қызыл бояуды төмен жаққа қойдым ортасына. Мына балапанның, ботақанның екі ортасына қойдым. Енді қарқара құрақтың қызыл бояуын жоғар жаққа қоям. Түсінікті, ары қарай. Мозаика, күрделі мозаика. Бұны біз алдыңғы сабақтарда тігіп үйренгенбіз. Күрделі мозаиканың күлгін бояуын оң жаққа қойдым. Екі жаққа тең қып тұрып міне. Сонан кейін ортаға екі бояуын екі жаққа қойдым міне. Міне қошқар мүйіз. Бұл қошқар мүйіз ақылы. Қазір сіздер күрделі қошқар мүйізді көріп отырсыздар. Мен екі бояумен сіздерге ақылы мастер-классын көрсеткенмін. Қошқар мүйіз бізде төртеу. Төртеуін 4 жаққа қазір орналастырамыз. Мен бірінші орталыққа орналастырар едім. Міне. Одан кейін шет жаққа біреуін қояйын. Жоғар жаққа қояйын. Одан кейін мына жерге қояйық. Барынша, торпақ көз. Торпақ көзді мен жоғар жаққа біреуін қояйын, сары бояуын, төмен жаққа бір сары бояуды қояйын. Міне. Күлгін торпақ көз. Оң жаққа қояйын. Жоқ, оң жақта бәрі күлгін көбейіп кетті. Мына жерге қойдым. Одан кейін мына жерге қояйын. Үстіп мен сіздерге мынау шатаспай қалай әдемі шашыратуға болады, соны көрсеткім келеді. Мынау құдық құрақ. Бұл құдық құрақты мен орыс тілінде каналымда үйреткем. Айырмашылығы мына құдық құрақта 4 түрлі бояу. Қандай әдемі, қыздар? Қазір міне оң жаққа біреуін қояйын. Мына жерге біреуін қояйын. Келесі құдық құрақ міне екеу. Ана жерде мына күлгін бояудың орнына қызыл, қазір мына күлгін бояу. 4 жерге қояйық. Мына жаққа қояйын. Өздеріңіз байқап қаласыздар. Мына жерге қойсам, екеу бірдей жақындап қалады, сондықтан мен мынаның орнын ауыстырайын. Мына жерге бір құрақ жетпей тұр. Қазір бұл жерге қандай құрақ қойсақ? Мына құрақты қояйық, қыздар, мынаны ұмытып кеттік. Жалпы қазір қарап отырсаңыз, мына жерде бірде бір жылтыр құрақ жоқ. Мынау тырнақша құрақпен мен осындай 4-еу тігіппін. Ол жаңағы алдыңғы сабақтағы дизайнға қолданылған құрақ. Енді бұл жерге қосам десек, мен оны былай қосар едім. Мына қошқар мүйізді ортасынан алып шет жағына жіберер едім. Тура ортасына көз қып, мынандай тырнақша құрақтың біреу болса да ортасына орналастырар едім.
Бұл кішкентай баланың кәдімгі жерге төсейтін ет көрпесі. Бала көрпе. Айналасына жиегін 12 сантиметр қыламыз. Сонан кейін жиегінің шетіне мынандай бахраманы орналастырамыз. Қараңыздаршы. Қандай әп-әдемі, ашық, сондай. Бала үстінде отырғанда, ойнап жатқанда, жатып жатса да жаңа шұқылап, әрбір бояуға бір сондай бір қанық, бір әдемі бояулар балаға өте тартымды болады деп ойлаймын. Бұл бір дизайн. Егер де біз мынаны алып тастасақ, мынаны алып тастадық, міне қараңызшы. Әдемі бір кішкентай ғана балапан көрпе болып шыға келді. Мен барлығын қыздар тігіп сіздерге осы шеберлік сабағында көрсете алмайым. Мен сіздерге дизайнның түрлерін көрсеттім. Қазір бір көрпені тігіп сіздерге көрсетемін. Мынаны біз дайындап алдық, қыздар. Өзара қосып құрақты. Жоғарғы жағын, міне төменгі жағын, оң жағын, сол жағын міне біз қосып алдық. Енді мынау оң жағын аппликация балапанға қосамыз. Одан кейін сол жағын қосамыз. Ең соңында жоғары жағы мен төменгі жағын біріктіреміз. Жаңа мен сіздерге бір айтып кеттім. Неге біз бүкіл құрақтардың барлығын мынау шетін бирюзовыймен бітіреміз деп. Неғып біз шетінің бирюзовыймен бітіреміз? Мына жерде мені қараңызшы мені. Мына шетінің барлығын, әрбір құрақтың шеті бирюзовыймен бітеді. Барлық құрақты қосқан кезде қыздар ортасында мынандай рама пайда болады. Көрдіңіз ғой мені мына рамаларды. Сондықтан да мен осы бала көрпе жасағанда, тіпті осындай коллаж көрпе жасасаңыз да, мен ылғи сұрайтыным, қандай құрақ тіксеңіз де айналасын бір бояумен бітіріңіз, базовый бояумен. Себебі базовый бояу шетіне түседі, сонан кейін құрақтардың арасында бір келкі рама болу керек. Сол раманы жеке тікпес үшін бұл да менің енді ұзақ жылғы бір тәжірибем. Сондықтан да сол тәжірибемен сіздермен бөлісіп жатырмын. Бөлек рама жасамаңыздар. Құрақтың шетінен қосып алып кетіңіздер. Сонда оңай болады. Енді осылардың барлығын қосамыз. Енді мына құрақты қыздар астына қалдырамыз. Аппликацияны үстіне алып кеп, үстінен қосайық. Міне, қыздар, бітірдік. Бүкіл құрақтарымыздың барлығын қостық. Бұл бала көрпеміз. Шетіне қанша сантиметр қосамыз? Мен енді өзім көзбен болжайым, қыздар. Егер де қазір мына жерге 10 сантиметр шетін жиегін қоссам, маған аз болып қалады. Сондықтан да мен 12 сантиметр қосам. Мына жиектің ені жайлы айтып тұрмын. Жиектің ені қазір мен 12 сантиметр кесіп алдым. Міне, жиекті үстіп қосамыз. Қазір тұрыңыз. Міне, жиегін 12 сантиметрден қосамыз, қыздар. Қыздар, мынау жиекті орналастырған кезде міндетті түрде мынау велюрдің түгі бір жаққа қарап жатсын, жарай ма? Соған назар аударыңыздар. Міне 12 сантиметрден алдым. Барлық жағы бізде бірдей. Мына көрпеміздің ұзындығы басынан аяғына дейін мен өлшеп шықтым. Менде бірде 5 сантиметр болды. Енді мынау жиектің енін бағынан бері мен айтып жатырмын. 10 сантиметр ені, 12 сантиметр деп. Мен барлығын қосқаннан кейін қазір қарап отырым, 10 сантиметр маған аздау болады. Сондықтан мен 12 сантиметр кесіп алдым. Мынау ұзындығы 1,05, ені 12 сантиметр. Айта кететін бір жағдай, жиекті қиған кезде міндетті түрде мына велюрдің түгі бір жаққа қарап жатсын, жүрей ме? Енді қазір біз осы ең алдымен жиекті қосып алайық. Міне, үстіңгі жағын ең алдымен екі жағын, одан кейін ұзыннан қосамыз. Жиекті бітіргеннен кейін, қыздар, мынау жаңағы бахраманы тігеміз.
Ал енді біз осы жиегін орналастырайық. Қыздар, мына жиегін орналастырған кезде біздің ұзындығымыз көрпенің метр 0,5 болып отыр. Сондықтан да мен бұны инемен қадамай бірден тігіп жатырмын. Бірақ та тігіп отырған кезіңізде міндетті түрде мынау соңғы жағын қолыңызбен ұстап, ақырындап кішкене посадка жасаңыз, жарай ма? Ақырындап, бірақ міне менікі тұп-тура келіп тұр. Мына қыздар бір жағын бітірдік, енді мына екінші жағын тігейік. Қыздар, енді мына оң жағы мен сол жағын біз қосып біттік. Тек қана осыны қосып біткеннен кейін біз жоғарғы жағы мен төменгі жағының размерін қазір табамыз. Ол үшін мына жерде басынан бастап міне есептеп шығайық. 1,26 болды. Енді жоғарғы жағы мен төменгі жағын біз ені 12, 1,26 қып қиямыз. Менде қазір міне дайын. Енді осы жағын қосып шығамыз, қыздар. Қоспастан бұрын, қыздар, тағы да қарап шығамыз. Мынау велюрдің түгі бір жақта жату керек. Міне, түгін таптық. Енді қосайық. Жаңа мен айтып кеттім ғой, қыздар. Үлкен мынау ет көрпелерде, төр көрпелерде біз міндетті түрде инеге қадап аламыз шет жағын. Оны алдыңғы сабақтарда мен көрсеткем. Мына көрпенің ені де ұзындығы да кішкентай, сондықтан да мен ине қадамай бірден тігемін. Жағын бітірдік, енді екінші жағын алайық. Мінеке, қараңыздар, қандай керемет біздің балапан көрпеміз шығып келе жатыр. Неге балапан деп айтам? Себебі мына жерде балапанның суреті тұр. Мына әдемі бақраманы осы жиегіне орнатып шығамыз. Орнатқан кезде, қыздар, мына бақрама тек қана мына дөңгелектері шығып тұру үшін мынаның түбінен тігеміз қазір, жарай ма? Соған кішкене көңіл аударсаңыздар, астарды орналастырғанда да осы түбінен ғана тігілу керек. Себебі мынау дөңгелектер шығып тұрғанда мына тесма көрінбеу керек, жарай ма? Енді осыны тігіп шығайық. Енді ылғи маған айтып жатасыздар ғой, апа, сіз егжей-тегжейін бәрін айтасыз деп. Себебі мен мына фестивальді өңірлерді аралағанда көптеген нәрсеге кішкене қарным тоймайды, қыздар. Енді қазір мына бақраманы мына көрпемізге тіккенде, сонан кейін бұндай бақраманы мысалы жастыққа тіккенде де міндетті түрде бақраманы мынау тура бұрыштан бастамайсыздар. Бақраманы жиектің ортасынан бастаңыздар. Себебі бұрышқа келгенде біз бұрышты әдемілеп тұрып бұруымыз керек. Мен қазір ортадан бастайым, бұрышқа келгенде сол жерді сіздерге нақтырақ көрсетемін. Соны сақтап қалсаңыздар. Ол тек қана бақрамаға ғана байланысты емес, ол кантикті де тіккенде де солай. Сонан кейін жаңағы желбіршектер тігеміз ғой.
рюшаларды. Сол рюшаны тіккенде де міндетті түрде ортадан бастау керек. Мынаны тура түбінен аламыз, қыздар. Міне қараңызшы, міне орналастырдық. Шетін тура мына біздің жиектің шетіне әкеп орналастырдық. Енді тігіс мынаның түбінен түсу керек, жарай ма? Одан кейін мына бақырама көрдіңіз бе? Қандай эластичный, да, созылмалы. Сондықтан бұны созбаңыздар. Бұны керісінше посадка жасап тігіп отыру керек. Егер де мынаны созсаңыздар, ол содан кейін көрпенің жиегін тырыстырып жібереді. Сондықтан сондай жағдайдан кету үшін жатқан қалпында тігіп отырыңыздар, жарай ма? Қыздар, мынаны тігіп отырғанда, жақындаған кезде көрдіңіз бе, шарик мына лапканың астына кіріп кетпес үшін, мына қараңыз, ақырындап алып келдім де, шарикті кішкене ғана созып жіберіңіздер. Міне, болды. Дөңгелектерін кішкене ғана созып жіберейік, әйтпесе тігу қиын. Міне, көрдіңіз ғой. Қыздар, міне қазір бұрышына келдік. Бұрышына келгенде кішкентай ғана 90 градусқа бұрышты бүктеп аламыз. Бақыраманы бүктеп аламыз, жарай ма? Соны тік бұрыш қып алып кетеміз. Осымен міне біздің әдемі балапан көрпеміздің, бала көрпеміздің үстіңгі дизайны бітті. Көлемі естеріңізде болса 1,26-та 1,26. Астары әдетте біз үлкен аламыз, 2-3 сантиметр қосамыз көрпенің ұзындығына, көлеміне байланысты. Енді қазіргі осы бала көрпемізге біз онша көп қоспаймыз. 1 сантиметр ғана қосайық, 1,27-те 1,27. Сөйтіп, мен астарын дайындап қойдым, 1,27, 1,27 қылып. Қазір сол астарын және сыдырмасын тігіп шығамыз. Міне, біз астарын қондырдық, одан кейін сыдырманы тіктік. Қазір мына сыдырманы ашайық. Мен сіздерге осы эфирге сыдырманы қалай қондыруды, одан кейін астарды қалай қондыруды мен сіздерге көрсеткен жоқпын. Эфирдің уақытын алмаймын. Сол дәріс сабақтарым, қыздар, осы арнамыздың ішінде бар. Сыдырманы қалай орналастыруға, жаңағы астарды қалай тігеміз, оның барлығы бар. Сондықтан да уақыттарыңызды алмайын. Менің де, сіздердің де қазір мына астардан, мына көрпенің қабына не шықты, соны көрейік. Қандай әдемі. Қараңыздаршы. Қандай әдемі. Мінекей. Былайынан көрсетейін. Міне, қыздар, қандай әдемі көрпе шықты. Бала көрпеміз, балапан көрпеміз. Осымен тысын біз бітірдік. Енді мына тысын жинап қояйық. Аз қалды, қыздар, кішкене шыдаңыздар. Енді қазір біз ішіндегі мақта, жүн, астарын қалай жасаймыз, қалай қабаймыз, қалай осының ішіне орналастырамыз, соны көрсетемін. Біз әдетте мынау балапан көрпе, я болмаса бала көрпеге, біз балапан деп айтатын себебіміз жаңағы балапанның суреті бар. Қошақанның суреті болса, біз қошақан көрпе дейміз, ботақан көрпе дейміз. Егер де сіздер осы дизайнға қошақанды, балапанды, ботақанды қолданғыларыңыз келсе, осы видео астындағы WhatsApp-қа хабарласыңыздар. Ал кешегі осының алдыңғы шеберлік сабағымда мен
осы көрпені ботақансыз жаңағы балапансыз қалай жасауға болатынын көрсеткен қыздар. Мақтасын қалай орналастырамыз, қалай жүнін тартамыз, соған көшейік. Ең алдымен еске сақтап қалатын дүние, біздің көрпеміздің көлемі 126-та 126 болды. Енді мынау ішінде мақта салынатын, я болмаса жүн салынатын көрпенің тысы көрпеміздің көлемінен 10 сантиметрден 15 сантиметрге дейін үлкен болу керек. Сонда көрпеміз сондай нән тоқ болып көрінеді. Мен мынау көрмелерде боламын ғой, мегафестиваль, көрпе-фесте. Сол кезде қыздардың жасаған осы көрпенің ішіне салған мақтаны көргенде кәдімгідей ренжимін. Себебі әп-әдемі көрпелер болады. Бірақ та іші сондай сұйық болғаннан кейін жаңағы көрпе сылдырлап тұрады. Мүлдем қопсып, сондай қолпылдап тұрады. Ал көрпе, сыртқы көрпенің тысы мақтаға нық нән орнауы керек, жүрей ма? Мен өзім мысалы біздің мекемеде 10 сантиметрден біз 15 сантиметрге дейін аламыз. Көп жағдайда қыздар көрпенің тысына 126-да 126 болса, тысын тура сол жаңағы размермен орналастырады екен. Ол дұрыс емес. 10 сантиметр мен 15 сантиметрдің арасын қалай анықтаймыз? Ол көрпенің мынау ішіне салынатын, мына тыстың ішіне салынатын мақтаға байланысты. Егер де мақтаңыз қалың болса, онда жаңағы көлемі ұзындық 10 мен 15 сантиметрдің арасында кішірек болады. Менің қазіргі жағдайымда, егер де мысалы көрпеңіз жұқалау болса, онда толық жасаңыз. 15 сантиметр толық алыңыз. Егер де қалың болса, онда 15 сантиметрден аз алыңыз. Менің қазір мынау көрпемнің тысының размері 126, мен мынаны 13 сантиметр қостым. 12-13 қосуға болады. Себебі ішіне салатын, мен қазір мына бала көрпе болғаннан кейін, бұның ішіне жаңағы мақта емес, тазартылған таза қойдың жүнінен жасаймыз. Бұл бізде жаңағы 3 деңгейдегі тазартудан өтеді. Механикалық мусордан, одан кейін шаңнан тазартудан өтеді, сонан кейін микроорганизмдердің тазартуынан өтеді. Қыздар, енді біздің бала көрпеміздің көлемі 126-да 126. Мен 15 сантиметрге үлкейтпеймін, мына ішкі тысты. Мен бар болғаны 12 сантиметрге үлкейтемін. 126-да 126 болса, менің мынау ішкі тысымның размері 138-де 138 болады. Неге мен толық 15 жасаған жоқпын? Себебі ішіне салатын, қазіргі жағдайда мен жүннен жасап отырмын. Ішіне салатын жүннің қалыңдығы менде өте нән, сондай жақсы қалыңдықпен жасап отырмыз. Себебі жүн жеңіл қыздар. Сондықтан да мен размерін сәл кішірейттім. Ішіне сіздер жүн сала аласыздар, мақта сала аласыздар. Енді мен кейде көремін, жаңа фестивальді аралағанда, қыздар ішіне синтепон салады екен. Сонан кейін мақтаның да арзан түрлерін салады. Сіздерден өтініш, синтепонды салмаңыздар. Тіпті мен поролонды да көрдім. Поролонды да салмаңыздар. Ішкі салатын мақтамен жүннің размері қолпылдап тұрады. Я болмаса, мүлдем көрпенің түрі сондай адамды тартпайды. Көрпе адамның көзіне, тұтынушының көзіне сондай нық, нән, тығыз болу керек. Ол қай уақытта тығыз болады, егер де сіз ішкі көлемін көрпенің көлемінен артық алсаңыз. Сонымен, енді қазір біз қалай осы жүнді мына тыстың ішіне саламыз. Ең алдымен бізге 10-шы нөмірлі жіп керек қыздар. Жіптің сапасын жақсы алыңыздар, сапалы жіпті. Сонан кейін мынандай тебен керек. Мынаны біз бидай шүберектен тіктік. Мен оны сіздерге көрсеткен жоқпын. Мына квадратты аласыздардағы 138-де 138 квадратты алып, бидай шүберекті 4 жағдан қосып шығасыз. Ортасынан бір тігіс қалады қыздар. Не үшін? Қазір міне осы жерде біз жүнімізді айландырамыз. Ішіне салат мақта ма, жүн ба, соны қазір мен өзім ортасынан айландырам. Білмеймін енді, әрқайсыңыздың өзіңіздің тәжірибеңіз бар, өзіңіз қалай үйрендіңіз. Шетіне мен айландырғым келмейді. Егер де шетінен айландырғанда, сіз тігіс салғанда, сол тіккен жеріңіз
мүлдем сусып қалады, жаңа жұқарып кетеді. Сондықтан да мен ортасынан айландырғанды жөн көремін. Жан жағы тығыз, мол, сондай әп-әдемі болып тұрса екен деймін. Сөйтіп міне ортасынан қалдырдық. 138-138. Енді аударамыз. Мына қалдырған жер, осы жерден айландырамыз дедік қой, осыны төмен қаратамыз дағы. Қазір осының үстіне біз жүнді орналастырайық. Қыздар, біз астына бидай шүберекті жаңа қабымызда астына төседік. Үстіне, міне көрдіңіз ғой, менің төсеп жатқан жүнімнің қалыңдығы қандай. Бұның да размері 138-де 138. Астында қабымен бірдей. Енді әдетте біздің апаларымыз, әжелеріміз қалай жасады? Балалық шақтан естеріңізде қалған шығар. Көрпенің қабын ауыстырғанда, жаңа жүнін тартқанда, міндетті түрде жерде отырып жасады. Сонан кейін ауыстырған кезде екі жақтап, екі-үш әйел бірге жасаған. Тіпті бір көрпенің өзіне ең аз дегенде екі әйел екі жағынан бірге орап, жаңағы аударған мақтаны. Енді қазіргі жағдайда мен сіздерге мынау столдың үстінде көрсетем. Одан кейін, егерде сіз үйде жалғыз жасайтын болсаңыз, оны да көрген шығарсыздар. Екі тас, я болмаса екі кірпішті үйде ұстап отырыңыздар. Енді мен қазір мына мұражайымда тас кірпіш жоқ. Мен мұражайда өзімнің әдемі көне келсабымды алдым. Ауыр. Қазір мен бір жағын орайым, сонан кейін үстінен осы келсаппен басып қоямын. Екінші жағын орап, сонан кейін арғарай ішін аударамын. Себебі мен дәл қазір жалғызбын, сонан кейін мен жерде жасап тұрған жоқпын. Бастайық. Сонан кейін, қыздар, мынау ең алғашқы ораған кезде, мынаны әдемілеп тұр, басын өте тығыз орау керек. Себебі аударған кезде, мына бұрышы айланып кетпеу керек мақтаның, жарай ма? Мынаны барынша үстіп тығыз ораңыздар. Мақтамыз айнып кетпесін. Мына қойдым. Енді мінекей, қыздар, екі жағын орап алып келдік. Енді біз мынау төменгі жағы мен жоғарғы жағын тағы да ораймыз. Мынау келсабымыз тұрсын осы жерде. Үстін басып. Міне көрдіңіздер ғой. Енді осы жерді ақырындап қазір ашайық. Ақырындап асықпай, қыздар. Бұрышы қозғалып кетпесін, бұрышы айнымасын. Міне бір жағын кішкене тұра-тұрайық үстіп. Енді екінші жағын. Қазір ақырындап ашады. Қыздар, мен бұны жалғыз жасап жатырмын. Сондықтан да кішкене оңайға тиіп жатқан жоқ. Екі жақтап жасасаңыздар. Мына ашқан кезде мына бұрышы айнып кетпесін, қыздар.
бұрышын тура түбіне дейін жеткізіңіздер. Ана көрпені көрем ғой мен, сонда бұрыштары қолпылдап тұрады. Сол осы бұрышының тығыз болмағанына байланысты. Қазір мына тура бұрышына дейін апарайық. Мына сыртынан бір кіріңіз, іш жағынан ұстаңыз. Сонда тура бұрышын міне алып шығасыз. Міне көрдіңіз ғой. Бұрышын нық. Міне қазір кішкене босап тұр. Тағы да жөндеп алайық. Қазір мына жері ашық тұрғанда жөндеп алайық, қыздар. Содан кейін жабылғаннан кейін тебемен тартып шығуға болады, бірақ ол кішкене дәл осындай толтыра алмайсыздар. Енді мына жағын жасайық. Тағы да бұрыштарын бір көріп шығайық, қыздар. Енді шет жақтарын шетіне дейін әдемілеп тұрып, жүнді жайғастырыңыздар. Шетіне, мына тігіске барлығын. Міне келді. Міне көрдіңіз ғой, мына жер қолпылдап тұр. Қазір осыны кішкене орналастырайық. Енді қыздар, міне осындай мол, әдемі, қараңызшы, қандай тоқ. Ішкі тысын біз қаптадық. Енді мына ортасындағы жаңағы аударған ашық жеріміз бар ғой, соны қазір қолмен көктеп жауып аламыз. Қолданатын жібіміз, қыздар, мен кеше сабағымның басында айтып кеткем. 13 нөмірлі жіпті қолданасыздар. Енді мынау ішін қаптаған кезде, көрпені қабаған кезде, жіпті мен онша ұзын алғанды қаламаймын. Жіпті барынша өзіңізге ыңғайлы, тез-тез жүру үшін мен онша ұзын алмаймын. Менің алған ұзындығым. Енді мына жерде ортаны әдемілеп тұрып, біз қауып алайық. Мынаның көрдіңіз ба, мына сетінеп тұрған бидай шүперектің шеті бар ғой, соны барынша ішіне салып кетуге тырысыңыз, жарай ма? Барынша. Мынау көрпені қабығанда да, осы мынау қолмен тіккен жерде де қыздар барынша иненің қарысы, жіптің алған қарысы кішкене сүйкімділеу болған дұрыс. Мен көп жағдайда көрем, айқыш-ұйқыш қып, сондай бір ара қашықтығы үлкен. Әрине ол көрпенің ішіндегі. Көрпенің ішінде ол тігісті көріп жатқан ешкім жоқ, бірақ та мен барынша дүниенің іші де сырты да әдемі болғанын қалаймын. Сондықтан да мына тігісіңіз кәдімгі әйел адамға лайықты бір сүйкімді тігіс болсын, жарай ма? Міне, тігіп біттік. Мына тіккен кезде, ортасын қосқан кезде жіпті қатты тартпаңыздар, жарай ма? Ортасы тырысып қалмасын. Енді болдық. Осы көрпені сыруымыз керек. Көрпені сырғанда қалай сырасыз? Ол сіздің өз еркіңізде. Енді әркімнің айтып отырмын ғой, кім қалай жаңағы ыңғайланады, кімнің қандай тәжірибесі бар. Мен сырған кезде міндетті түрде мына сырт жағын түгел периметр бойынша квадрат қып сырғанды жақсы көремін. Себебі
көрпенің ішіне салғанда естеріңізде ғой, анау көрпенің жиегі 12 сантиметр. Сол 12 сантиметрдің ішіне тура осы қалпында жаңағы нық түскенін қалаймын. Сондықтан да былай жаңағы төменнен жоғары қарай сырғаннан гөрі мен дөңгелетіп сырғанды жақсы көремін квадратпен. Енді қазір сөйтіп сырып шығайық. Бұл бала көрпе, сондықтан да мынау арасы, сырғанның арасы жиі болған дұрыс. Себебі бала еңбектейді, бала аунайды, ойнайды. Сонда анау ішіндегі жүні, мақтасы жиылып қалмау керек. Сондықтан да сіз арасын жиі алып отырыңыз. Бастағанда мына бұрыштан бастаймыз. Мына екі қолыңызбен үстіп қарбып алыңыз. Міне көрдіңіз ғой. Сонан кейін міне кіргіздік. Мына инені салғаннан кейін бүйтіп инені көп шығармаңыз. Инені кішкентай ғана шығарыңыз бүйтіп. Саусағыңыз өзі сезетіндей қана. Мына саусағыңыз сезетіндей ғана шығардыңыз. Сонан кейін мына жаққа үстіне қайтадан шығардық. Енді мына түйіншекті бірге алып кетейік қыздар. Себебі босап кетеді. Менің оймағым бар еді, мен оймағымды ұмытып кетіппін. Сондықтан да оймақтарыңыз болса, оймақпен жұмыс істеген жеңілдеу болады. Себебі мынау қазір басында білінбейді. Ал бүкіл көрпені қауып шыққанша мынау жаңағы сұқ саусақтарыңыз әжеп тәуір мына тебемен тесіліп қалады. Сондықтан да саусаққа жаңағы оймақтарыңызды киіп алыңыз, жарай ма? Міне бітіп қалдық қыздар. Сыртқы периметрін квадратпен тігіп шықты, ортасын жоғарыдан төмен қарай сырып шықтық. Қазір сәл ғана аз қалды, қыздар, кішкене шыдаңыздар. Міне астынан міндетті түрде қолымызды ұстап отырамыз, жаңағы ине көп шығып кетпесін. Міне болдық. Қыздар, міне ең соңғы штрих. Қазір жасалған жүнімізді міне көрпеміздің қабының ішіне кіргіземіз. Мына замок жағымен былай қаратып қойдым. Міне замок жағын үстіп ашып қойдым. Мына көрпемізді екіге бүктейміз. Міне алып келдік. Енді ақырындап қазір осы ішіне орналастырайық. Мына ішіне орналастырған кезде мен ұмытып кеттім. Біздің қабымыз кішкентай ғой, сондықтан мына шетін қазір бұрышына әкелгенде қыздар үстіп бүктеп қана бүйтіп бұрышына алып қана қоямыз. Жарай ма? Үстіп бүктеп қана. Міне. Мынау ең соңғы бұрышында мен көрсеткім келеді. Жаңа ішіне орналастырғанда мына жағында бұрадық, мына жағында бұраймыз. Жарай ма? Жаңаға артық біздің алған сантиметріміз бар ғой. Үстіп мынаның бұрышына тығыздап тұрып орналастырамыз. Міне тығыз. Міне көрдіңіз ғой. Міне болды. Мына жағын кішкене бұлай бүктеңкіреп, қазір замогын жабамыз. Барлық бұрышы жан жағының бәрі тып-тығыз болып тұр. Нән сондай әдемі. Енді қыздар, бұны осы күйінде қалдыруға болмайды. Себебі үстіндегі қабы ойнап кетеді. Онан кейін бұл балаға жасалынған көрпе, бала емес, тіпті өзіміздің төр көрпеміз, ет көрпенің өзінде біз үстінен сырып өтеміз. Сырғанда көңіл аударатын бірақ қана жағдай бар. Сырғанда міндетті түрде тігіспен сырыңыздар, жарай ма? Мен қазір сырғанда мына ортадағы балапанды жеке сырамын. Одан кейін мына екі жерден сызық түсірем, міне екі жерден. Одан кейін мына жерден түсірем сызықты. Сонда жасаған құрақтарыңыз, балапанымыз томпиып тұрады. Жаңағы тисе тасқа, темесе басқа деп әрбір жерден қарбып сырмаңыздар, жарай ма? Сырудың өзінде өзінің сыры бар. Қыздар, енді мен қазір мына балапанның айналасын сырып шығамын. Одан кейін екі шетін сырып шығам. Тура құрақтың қосылған ізімен, тігістің астымен сырып шығыңыздар. Сіздердің сырып өткен жібіңіз көзге көрінбеуі керек. Одан кейін мына оң жағында, сол жағында кішкентай үш құрақтың арасын ғана сырып аламыз. Міне біздің балапан көрпеміз осымен бітірдік.
Үйде тұрған аналарымызға, апаларымызға, әжелерімізге айтатын тілегім: шаңырақтарыңыздағы ботақандарыңыз, балапандарыңыз, қошақандарыңыз аман болсын, ғұмырлы болсын, алты алаштың аузында жүретін асылы болсын. Осы сабақты қолдаған Шымкент қаласының әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы Айтенов мырзаға тағы да алғысымызды айтамыз. Қадірменді оқырмандарым, шеберлік сабағымның соңында сіздермен тағы да бір керемет ақпаратмен бөліскім келеді. Біздің өңірлерде өтіп жатқан Көрпе-фест мега фестивалі енді онлайн форматқа көшті. Бүкіл қатысу шарттары біздің Телеграм парақшамызда, Инстаграм парақшамызда және Фейсбук парақшамызда бар. Қатысам дейтін үміткерлер бүкіл шарттардың бәрін орындап, осы видеоның астына Көрпе-фест біз біргеміз 2020 мега фестиваль қатысамын деп өзіңіз жайлы ақпаратты қалдырыңыз. WhatsApp телефоныңызды қалдырыңыз. Сізді чатқа қосып, қалған толық ақпаратты сол жерден аласыздар. Осымен бүгінгі сабағым аяқталды, қыздар. Үлкен рахмет сіздерге. Көңілдеріңізден шықты ма? Лүпілдеріңізді басыңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар. Арнамыздағы ақпаратты қолма-қол алғыңыз келсе, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Хош, сау болыңыздар. Милые дамы, в завершении сегодняшних наших занятий я хотела с вами поделиться хорошей новостью. У нас в стране мы проводим фестиваль Көрпе-фест. Это своего рода фестиваль ремесленников. Если у вас есть желание участвовать на этом фестивале, можете оставить здесь в комментариях: участвую на международном фестивале Көрпе-фест. И нам нужна будет обратная связь, это телефон WhatsApp. Дальше мы расскажем, создадим для дам из всех стран, кроме Казахстана, мы для вас создадим отдельный чат и расскажем все условия участия на этом конкурсе. Участие бесплатное, поэтому никаких у вас расходов нету, границы все у нас стерты, поскольку это онлайн. Добро пожаловать на наш фестиваль. Ну и, конечно, я буду рада вашим комментариям об этом мастер-классе. Ставьте свои лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик. Всего доброго!